Қалың оқырманның білгісі келетіні бұл Таркезең атты тарихи роман қалай жазылды, қай уақытта жазылды деген сияқты мәселелер, және бұны жазуға сізді итермелеген нендей мәселелер деген сұрақтар жиі қойылады. Бір нәрсе есте болу керек. Қандай ел болсын, қандай мемлекет болсын, қандай жұрт болсын, азаттық, бостандық, тәуелсіздік деген мәселелер бұл ел болған елдің, мемлекет болған мемлекеттің ең басты алдында тұрған мәселе болып табылады. Қай халықтың тарихын алсаңыз да, қай мемлекеттің тарихын алсаңыз да, осы дербес ел болып, азат ел болып тұруы үшін үлкен күрестердің тарихы болып шығады, олардың тарихы. Таркезең романында қазақ тарихындағы осындай үлкен оқиғаға байланысты туған. Бұл да қазақтың ел болып, өз тарихында азаттық үшін қандай күрестерге барған жөніндегі роман. Өздеріңіз білесіздер, бұл роман негізінен Қазақстанның батыс аймағында болған үлкен тарихи оқиғаның бірі, Сырым тартылы бастаған үлкен тарихи қозғалысқа байланысты шығарма. Бұл қазақ тарихындағы бір жаңа дәуірдің басындағы, жаңа бір қиыншылықтың басындағы үлкен тарихи оқиғаға арналған. Бұған дейін қазақ тарихында талай күрестер болды, талай соғыстар болды. Мысал үшін, қазақ пен жоңғар арасындағы бай жылдарға созылған соғыс, айқас, күрес, мұның барлығы отан азаттығы үшін, отан соғысы сияқты болып өткен оқиғалары. Бұл ел мен елдің соғысы бірімен бірі. Ал енді мына Сырым көтерілісіне келетін болсақ, бұл мына бізді қоршаған елдердің соның ішінде Орыс империясының қазақ даласын отарлаушылығына қарсы көтерілген қозғалыс. Бұл қазақ тарихындағы отаршылдыққа қарсы ең бірінші болған көтеріліс. Және бұл көтерілістің шығуына Сырым сияқты елдің білікті кісілерінің бас болып шығу себебі сол тұстағы ел басқарудың өзгеруіне байланысты болды. Өйткені себебі осы тұста Қазақстанға, қазақ даласына өзінің билігін жүргізу үшін отарлық саясатының дендеп енуіне байланысты орыс мемлекеті, орыс үкіметі, патшалық Ресей қазақ даласына көптеген ел билеу мәселесінде жөнінде өзгерістер енгізіп жатты. Ал қазақ біліктілері бұл қазақтың өзінің ішкі ісіне, ел билеусіне басқаның араласқанын әрине қалаған жоқ. Сондықтан да ел билеудің жаңа формасына көшуге тырысты. Өйткені себебі бұл кезде елді билеп отырған Нұралы хан баяғы замандағы хандардың жеке билік етіп, өз елін өзі билеп отыратын кезінен қолынан билік кетіп қалып, бұл кезде ол бар болғаны мына Орынборда отырған патшаның наместнигі, Уфа және Сіңбір әкімшілік аймағының наместнигі не айтса, соның айтқанын орындайтын ғана сондай дәрежеде соның қолшақпары болып отырып қалды. Бұған халықтың белгілі адамдары, рубасы ақсақалдары, билері, болыстары, билері, батырлары бұған көнгісі келмеді. Соған байланысты бұлар үлкен наразылық танытты. Кейін елдің дүмпуінен жасқанған Нұралы хан бұл Калмыковада отырған орыстың сондағы қамалының басшысы Мединеттің қарауына өтіп кетті де, одан кейін Медина оны Орынборға жіберді, Орынбордан қарай оны Уфаға алып кетті, Уфада барып өлді кейін Нұралы. Енді осы кезде хан жоқ кезде ел биліксіз қалды. Елді қалай басқару керек?
бұдан былай ел қалай өмір сүреді деген үлкен тарихи мәселелер тұрды. Міне осы кезде қазақ білікті кісілерінің бәрінің бас қосуының нәтижесінде үлкен кеңес өтті. Бұл кеңес қансыз өткендіктен де баяғы заманда хан кеңесі болса, енді бірінші рет халық кеңесі деп аталған кеңес 1785 жылы қыркүйектің 21 күні Ақтөбенің қасындағы Жіңішке дейтін өзеннің бойында осында өтті. Бұл қазақ тарихындағы үлкен бір тарихи кезең болды. Міне осы оқиғаға арналды шығарма. Осындай халық басына төнген үлкен тарихи сын кезеңде халық осы сыннан қалай өтіп шықты. Халық қандай саяси творчествоға көшті осы кезде. Қандай сондай бағыт ұстады. Міне осы жөнінде жазылған роман бұл. Роман оңай жазылған жоқ әрине. Өйткені себебі мұндай тарихи романды жазу үшін оны егжей-тегжейіне дейін оқиғаларды білу керек болды. Көптеген архив материалдарын ақтара керек болды. Және бұл туралы зерттеушілердің еңбектерін түгел қарау керек болды. Қысқасы, көп жылғы іздену нәтижесінде ақыр осы роман осылай дүниеге келді. Әрине, романды жазу барысында туған ең қиындықтың үлкені архив материалдарының көпшілігінің жойылып кетуіне байланысты болды. Мысал үшін, бір ғана мысал, 1783 жылдан 1797 жылға дейінгі 14 жыл бойғы күрестің кезінде Сырымның және Сырым бастаған көтеріліске қатысқан Сырымның үзеңгілестерінің сол заманда белгілі тарихи тұлғалардың барлығы жөніндегі материалдар бір кезде жиналып басқан ізі бағулы болған. Сол материалдың көпшілігін кейін реттеген кезде 19 ғасырдың аяғында патша сенатор Репинский деген кісіге архивтерді реттеу жөнінде тапсырма беріп, сол архивтер реттелген. Сол реттеудің кезінде көп материалдары жойылып кеткен. Мысал үшін, зерттеушілердің айтуына қарағанда, 1783 жылдан 1797 жылға дейінгі 14 жылғы күрестің тарихына байланысты әр жылы кем дегенде 10 мың материалдан 10 мың іс қағазы болған, дело болған. Соның кейін архив материалын реттеген кезде әр жылына бір 300-400 папкаға қалған. Бұл деген не деген сөз? Бұл көптеген материалдардың жойылып жоқ болып кеткенін көрсетеді. Міне соған қарап отырсаңыз, күні бүгінге дейін кейбір оқиғалардың басы барда аяғы жоқ, немесе кей оқиғаның аяғы барда басы жоқ. Соны тек ізін бағып отырып, бір жерде оқиғаның ізін қолап келіп, бір жерден шығармасаң, соның көпшілігі табылмай қалады. Сондықтан да осы мәселе көп ұзақ уақыт алды, романның жазылуы ұзаққа созылып кетті. Бірақ әйтеуір көптеген жылдар бойғы ізденістің нәтижесінде шығарма жазылды. Әдеби сыннан да, биліктен де, халықтан да өзінің тәуір бағасын алды. Роман мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Және әдеби қауым да белгілі әдеби сыншылар роман туралы өте жақсы пікірлер білдірді. Сонымен қазір роман осы қазақ әдебиетіндегі белгілі тарихи романдардың бірі деп есептеледі. Бұл романды жазу барысында осы қиындықтардың нәтижесінде соның кейбір мәселелерін анықтау үшін кезінде тек Сырымның ғана емес, Сырымның үзеңгілестерінің, сол қозғалысқа қатынасқандардың барлығы туралы материалдар жиналды. Соған байланысты мен өзім 2005 жылы Арыс баспасынан Тұлға деген сериямен Сырым жасыл туралы бір кітап шығардым. Онда менің зерттеу мақалаларым бар. Мен ол туралы біраз мақалалар жазғам, 20 шақты зерттеу мақала. Олар да кірді. Және осы көтеріліске байланысты
тікелей қатысты материалдар енген болатын. Кейін тағы да көп материалдардың табылуына байланысты бұрын оқырманға белгісіз материалдар қайта жинақтап, осы қозғалысқа байланысты тарихи оқиғалардың барлығын топтастырып, екі есе көлемде ұлғайып, 2010 жылы жаңағыдай тұлға деген сериямен Арыс баспасынан Сырым Дасыл деген кітап екінші жарық көрді. Міне осында бәрінде де сол замандағы Сырым бастаған қозғалысы қатынасқан белгілі кісілердің барлығының өмірі мен қоғамдық қызметіне байланысты оқиғалардың көпшілігі осы кітаптарда айтылған. Осындай зерттеулердің нәтижесінде және Сырым қозғалысын зерттеген белгілі тарихшылар бар. Солардың еңбектері, соның ішінде ең бір сұрайлы еңбек, ең бір шынайы еңбек, ол Михаил Порфирьевич Вяткиннің Сырым батыры дейтін кітабы. Осы еңбекті басшылыққа ала отырып, сол кісінің көзқарасына да сыни көзқараспен қарай отырып, зерттеулеріне түгел пайдаланылды. Тарихи оқиға дегеннің өзі ол атырлық ой-мысылға, ойдан шығаруға келмейді. Әрине, көркем шығарма ретінде ғана автордың ой қиялына ерік беруге болады. Бірақ белгілі бір тарихи тұлғалар менен тарихи оқиғаның нақты өзі туралы ойдан шығаруға болмайды, қолдан шығаруға. Сондықтан да осындай болған оқиғалардың барлығын сол кісілердің еңбектері арқылы біз зерттеп, осы нәтижесінде кітапқа енгіздік. Роман осылай дүниеге келді. Енді қалған мәселе әрине оқырмандардың тікелей өзіне байланысты. Оқырмандарды әрине әзірге жақсы деп жатыр. Мен жаңада айтып кеттім. Қалың оқырман қауымда, әдебиетінде, сондай-ақ билікте мұны жақсы қабылдап, кітаптың үлкен сондай абыройлы еңбектің бірі болып, Қазақстан мемлекет сыйлығын алғанын айттым. Сондай тарихи шығарма осылай жазылған болатын.